Компанияның основательдері ол Бенглинский мен Наудеркезен. Бұл кісілер бізге өте таныс, өте керемет адамдар маркетингте, осы сетевой MLM саласында өте үлкен стаждары бар, еңбек стаждары бар. Тәжірибелері мол, мықты сетевик бизнесмендер. Компанияның негізін қалаушы. Компанияның өнімі бойынша жауап беретін кісілер Райан Гуткин, Лиза Гуткин деген бұл отбасылық жұп. Медицина ғылымдарының докторы, фармацевті. Негізі біздің өнім осыдан 1,5 жыл бұрын, яғни 2021-дің аяғына таман, 2021-дің екінші жарты жылдығында ол Флорида штатында тіркелген болатын, осы Липгудтың атына. Содан бері 1,5 жылдан бері бұл өнімдеріміз бізде апробациядан өтті. Енді міне маркетингті жақында ғана қосып, бұл біздің нарыққа сатылымға шықты. Қараңыздар, біздің компанияның басқа сетевой компаниялардан өте үлкен айырмашылығы бар. Бізде компанияда өнімдердің барлығы өте арзан. Өте арзан. Неге? Себебі басқа сетевой компанияларда 99% сетевой компанияларда өнімдер неге қымбат тұрады десеңіздер, ол өнім заводтық бағада 5-10 доллардың көлемінде тұрады, кез келген өнім. Бірақ ол өнімді заводтар сізге, каждый клиентке бір-бір штуктап сатпайды. Оларға ол невыгодно. Сондықтан оларды кімдер сатып алады? Оны сетевой компаниялар сатып алады. Және олар сатып алғанда заводпен екеуінің ортасындағы келісімшарт қандай болады? Ол айтады заводтан, мен сенен 10,000 штук алып тұрам, 2 айда бір ма, 3 айда бір ма, сол үшін заводтар оларға арзан бағада береді, 5-10 доллар көлемінде. Бірақ ол сетевойға келгеннен кейін ол жерге маркетинг қосылады, оның үстіне офистар, доставкалар қосылады, сөйтіп 5 долларлық өнім ең ақыр аяғында ол 50 доллар немесе 100 доллар, тіпті 200 долларға дейін көтеріліп кетеді компанияның системасына байланысты. Ал енді Липгуд компаниясында қандай айырмашылық бар? Липгуд компаниясында өзіміз производитель болғаннан кейін, компания өзі производитель болғаннан кейін, ол сізге мынандай условия қойып тұрған жоқ. Сен кем дегенде 100 штук, немесе 1000 штук, немесе 10,000 штук ал деп тұрған жоқ. Бір штук болса да ала бер заводтық бағада дейді. Бізде сондай арзан өте өнімдер. 8 доллар мен 22 доллардың, яғни 4,000 теңге мен 10,000 теңгенің ортасында тұрады барлық өнім. Сіз сондай өнімдерді басқа компаниялардан 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 теңгеге сатып алатын өнімдер бізде өте арзан тұрады. Яғни заводтық бағада тұр. Сол өнімді қанша алам десеңіз де ала беріңіз дейді. 1 штук аласыз ба, 2 штук аласыз ба, 10 штук аласыз ба, ала беріңіз дейді. Бірақ та сіз сондай бағада алу үшін компанияға мүше болыңыз дейді. Ол мүшелік 50 доллар тұрады дейді. Міне қараңыздаршы, сіздер даже розничный бағаның өзі қалта көтерімді. Жай ғана мына мультивитаминді салыстыратын болсақ, мүше емес адамдар үшін оның бағасы 18 доллар. Яғни 8,000 теңге тұрады, Ал мүше болсаңыз, сіз оны 4,000 теңгеге аласыз уже. Разница 50% ровно. Міне осындай барлық өнімдерге дәл осындай 50% скидка бар. Компанияға мүше болған адамдар үшін 50 долларға сіз бірақ продукты алмайсыз, тек қана мүше боласыз. Ондай сұрақтарда қойылады да, мен 50 долларға не алам дейді. 50 долларға сіз мүшелік сатып аласыз. Содан кейін сіз оған каждый продукцияны 50% скидкамен алуға мүмкіндік аласыз. Және маркетинг бойынша ақша табуға мүмкіндік аласыз. Продукциямыздың барлығы Америкада жасалынады. Бірақ оның құрамындағы қасиетті шөптер, емдік шөптердің барлығы әлемнің түкпір-түкпірінен жиналады. Сөйтіп жасалынады. Ол мысалы америкалық кейбір компаниялармен салыстырғанда, Наудердің өзінің именно айтуы бойынша, кейбір компаниялардың өнімдерімен салыстырғанда 11 есе күшті деді біздің өнімдерді. Бізге әлі өнімдер жеткен жоқ. Бізде бүгін кеше ғана склад Германиядан ашты. Осыдан 2 апта бұрын бізге уәде берген болатын, біз Германиядан склад ашамыз марттың аяғына қарай деп. Дәл айтылған уақытында, даже олар тіпті уақытын айтқан 28 март күні ашамыз деп. 2 апта бұрын айтқан, 2 аптаның ішінде сол 28 март күні Германиядан склад ашты. Кешелі бері сайтта обновление, яғни жаңарту жүріп жатыр.
жаңарту ол доставкаға байланысты. Бізге Америкадан келген кезде доставка кішкене қымбаттау шығып жүрді. Сосын уақыты ұзағырақ болды. Енді қазір Германиядан бір аптаның ішінде ала аламыз доставка, сосын арзан 1 килограммға дейін 15 доллар болады. Қандай бізге мүмкіндік жасап тұрды осындай керемет өнімдерді барлығымыз алып қолдануға. Айғайлап айтатын өнім ғой. Міне осындай өте арзан өнімдер. Бізде 15 түрлі өнім бар. 15 түрлі. Ол еркек денсаулығы, әйел денсаулығы, балалар денсаулығы, бет күтімі, жаңағы бес тастау, салмақ түсіру деген сияқты әртүрлі саланы қамтиды. Енді қараңыздар, бізде бұл 15 өнімнен басқа жақында тағы да өнімдер қосылады. Мысалы, саяхат деген сияқты өнім қосылады. Яғни компанияға мүше болған адам 50% саяхатқа 50% скидкамен бара алады қалаған саяхатына. Немесе фильтр для воды дейміз, су фильтрі қосылады. Жалпы компанияның основательдері, яғни негізін қалаушылар айтып жатыр. Болашақта біз компанияға, мен оның уақытын дәл айта алмаймын, компанияға 200-ге жуық өнім қосамыз дейді. Өнім деген ол әртүрлі болуы мүмкін. Ол бренд киімдер болуы мүмкін, ол бренд отельдер болуы мүмкін, 5 жұлдызды отельдер, яғни кез келген өнімге біздің компанияға мүше болған адам сол өнімдерге 50%-ға дейін скидка ала алады. Барлығына ол тиімді. Мысалы, сіз барасыз ұшаққа, Дубайға, қай жаққа, Европаға, лайнерге шығасыз ба, мысалы, егер болатын болса, 1000 доллар болатын болса саяхат, сіз компанияға мүше болсаңыз 500 долларға баруға мүмкіншілігіңіз бар. Міне осындай мүмкіндік үшін 50 доллар түкке тұрмайтын ақша, Міне осындай продукциялар бірте-бірте бізде көбейеді. Яғни біз бірте-бірте Амазонға айналамыз. Домашний бизнес дейді, үй бизнесі, үйде отырып, сіздің қазір құрған структураңыздағы адамдарыңыз осы компанияның тұрақты клиенті болады. Яғни сізде тұрақты клиент боласыз, мен де боламын, сіз біздің адамдарымызда клиент болады. Неге? Біздің өзіміздің компанияда бәрі болады. Киім де болады, саяхат та болады, гостиница да болады. Жаңа қай жаққа барам десеңіз де, жаңа кез келген тамақты үйге, кухняға пайдаланатын бат болсын, косметика болсын, бәрін 50% скидкаға дейін ала аламыз ертең. Яғни солар каждый раз бізге тұтынушы болған кезде, біздің жиған өзіміздің структурамыз бізге тұтынушы болған кезде, бізге солардан қаншама ақша сіздерге түсетінін сіздер елестетіп көріңіздерші. Қанша ақша түседі? Сіздің командаңызда 1000 адам болса, сіздің 1000 тұрақты клиентіңіз бар деген сөз. Олар әртүрлі нәрселерді алып жатқан кезде, сізге содан ақша түсе бастайды. Сол кезде сіз өте күшті ақша табатын боласыз. Енді компания өнімнен бөлек тағы да маркетинг бойынша ақша табуға бізге мүмкіндік беріп тұр. Ол қандай мүмкіндік? Мысалы айтады, сіз компанияға 50 долларға мүше болдыңыз. Және сол мүмкіндіктерді жоғалтып алмас үшін ай сайын абонементтік төлем бар, яғни активация дейміз, сетевиктердің тілінде. Активация ол бар жоғы 5000 теңгені құрайды. Яғни 10 доллар 5000 теңге округлять еткен кезде, Міне осындай ай сайын төлеп отыру керек. Немесе, мысалы қазір уже 2-ші ай өтті, кейбір адамдар 5000 теңге шығаруға қиналады. Қиналмаңыздар, 5000 теңге деген ештеңе келмейді, 5000 теңгеге 2 зат алып шығасыздар магазиннен. Сол үшін ай сайын жаңа қалтаңыздан 5000 теңге шығару қиын болса, бірінші рет кірген кезде 50 долларға қосып, 100 доллар бір жылға бірақ төлеп тастаңыздар, 140 доллар. Болды, басыңызға атпайды, бір жыл бойы спокойно жүресіздер. Енді қандай мүмкіндік маркетинг бойынша берілген десеңіздер, бірінші мүмкіндік ол реферальный бонус. Қайқа кетіп болды? Не, реферальный бонус. Реферальный бонус дегенді барлық сетевиктер өте жақсы біледі. Ол адам шақырсаңыз, сол адамыңыз жазылса, сол кезде компания төлейтін ақшаны айтады, реферальный бонус деп. Ал ортамызда сетевиктер жоқ болатын болса, реферальный бонусты тоже түсіндіргенде, қандай адам шақыра, сол адамың жазылса алатын бонус. Яғни сіз 50 долларға адам жазсаңыз, компания сізге соның 50%-ын, яғни 25 долларын төлейм дейді. Яғни сіз 2 адам жазып, өзіңіз салған 50 долларды шығарып аласыз. Уже 2 адам жазып. Ары 3-ші адамнан бастап, уже сізге табыс түсе бастайды. Әрбір 25 доллардан, әр адамнан, Бұл өзіңіздің тікелей шақырған адамыңыз. Ал сіздің сол шақырған адамдарыңыз, адам шақыратын болса, ол уже структурный бонус болады. Яғни сіз структурный бонус алып бастайсыз.
Міне структурный бонус деген мынандай. Сіздің шақырған 10 адамыңыздың ішінде хотя бы біреу, екеу, үшеуі адам шақырып бастаса, подписка жасап бастаса, олар $25 айрықша тауып жатқан кезде, сіз олардың әрбір адамынан $5, одан кейінгі линиядан $2,5 ақша таба бастайсыз. Яғни глубинаға төмендеген сайын, адамдардың саны көбейген сайын $2,500 деген $1000 бақандай. Немесе 25.000 сом. Глубинаға төмендеген сайын әрбірінен $1000 ақша түсе бастайды. Адамның саны көбейген сайын $1000 саны да көбейе береді. 100 адам болса $100,000 түседі деген сияқты. Міне осындай структурный бонус 10 уровеньге дейін төлейді. Яғни бұл 10 уровеньге дейін қалай төлейді? Сіздің жасаған статусыңызға қарай. Бізде статус жасауда оп-оңай. Мысалы, партнер деген өзіңіз кірген кезде сіз просто партнерсіз. 2 адам жаздыңыз ба, ақшаңызды қайтарып алдыңыз, және сіз бронза деген статусты жаптыңыз. Ол кезде уже сізге екінші уровень ашылады, я? Уже олардың шақырған адамына пайда тауып бастайсыз. Одан кейінгі статус серебро. Сереброны жабу үшін 20 адам, бар жоғы 20 адам. Жалпы сомасы 20 адам. Соның ішіндегі үшеуі кемінде сіздікі болу керек, сіз шақырған адам болу керек. Сол кезде сіз серебро деген статусты жабасыз, және сізге тағы 2 уровень ашылады. Яғни сіз 4 уровеньге дейін ақша ала аласыз, я? Сол сияқты золотой партнер, платиновый партнер и бриллиантовый партнер. Бәрін жасау оп-оңай. Қараңыздар. Міне ранг деген мына жерде көрсетілген. 20 адам жаздыңыз ба, серебросыз, үшеуі сіздікі. 100 адам жаздыңыз ба, золотасыз, үшеуі сіздікі. Платина мен бриллиантты содан кейін спокойно жасайсыз, золотаға дейін жасап алсаңыз болды, самый главный. Потом платина жасау үшін 500 командамен саны 500, оның үшеуі сіздікі болу керек. Бриллиант деген 2,5 адам, соның үшеуі сіздікі болу керек. 2,5 ол командамен есептеледі, бүткіл команда. Не рангтарда осындай оп-оңай жасалынады. Міне қараңыздаршы. Глобальный бонуста. Глобальный бонус деген ең керемет бонус. Егер сіз адам шақырмасаңызда айтады, компания сізге $2,000 дейін ақша берем дейді. Бірақ ол қалай, қандай жағдайда? Сіздің командаңызға перелифттен түскен адамдардың саны 8,000-ға жетсе, 8,000 адамға жетсе, онда сізге компания толық $2,000 төлейді. Ал перелифттен оны күтіп отырмайсыз, перелифттен түскен адамдардың саны 50 болса да, 10 болса да, 20 болса да, 100 болса да, сіз соның әрқайсысынан $100, яғни 25 центтен, немесе 2,5 сомнан ала бастайсыз. Енді сіз өзіңіз пассивке келіп алып перелифті күтіп отырсаңыз, ол біраз уақытты күтуді талап етеді. Себебі сіздің спонсорыңыз тек қана сіздің астыңызды ғана толтырумен айналыспайды ғой. Оның үлкен командасы бар, соның бәріне перелифт түсе бастаған кезде, пока сіздікі де бірге толып болғанша уақыт кетеді, уақытты талап етеді. Ал егер сіз бірге бірігіп хотя бы 2 адам шақырсаңыз, ол адамыңыз 2 адамнан шақыратын болса, онда сіздер структураны тез-тез толтырасыз. Глобальный бонусты, яғни матричный бонусты қашан алам деп күтіп отырмайсыз. Өзіңізде бірге алып, тез-тез жасағаннан кейін тез-тез тола бастайды, және сіз 5-6 айды күтіп отырмай, сразу 1-2 айдың ішінде ала бастайсыздар глобальный бонусты. Сол үшінде жаңағы мен пассивка келдім деп қарап отырмай, 1-2 адам болса да хотя бы шақырсаңыздар, өздеріңіз матричный бонусқа тез-тез шығасыздар. Ал егер сіздер структура құрған жағдайда, максимальный бриллиантты жасаған жағдайда, осы матричный бонустан $16,000 дейін ақша алуға болады екен. Енді қараңыздар, мысалы кейбіреулер өте таңғалады. Мен 20 адам командама қалай шақырам? 100 адам қалай шақырам? Командам қашан 100 адам толады дейді. Мына примерге қараңыздаршы, мысал. Міне мына келген адам, мына адам, екеуі де бір адамдікі. Марат Такешев деген біздегі ең бірінші бриллиант жасаған кісі. Бізге пример бұл кісі. Неге? Потому что өзі 6 январь кірді, 8 март күні 2 ай болды ровно. 2 айда командасында 2,5 емес 7,000 адам тұр, қарасаңыздар, сол жағындағы суретте. Ал енді 13 март күні қараңыздар, статистика. 5-ақ күн өтті арада уже 1029 адам қосылды. Яғни сіз аздап қана шарт жасай берсеңіз, 2 адам шақырсаңыз, 2 адамыңыз 4 адам болады, 4 адамыңыз 8 болады, 8-іңіз 16 болады, 16-іңіз 32, 32-іңіз 64, 64-іңіз 128, одан кейінгісі 256 деп тез көбейіп кеткенін білмей қаласыздар. Бастапқы 100 адамды шақыру ғана мүмкін, қиын болуы мүмкін. Одан кейін ары қарай оп-оңай болып кетеді. Команда жинау оңай.
Сондықтан да сіздер де қимылдасаңыздар, осы сияқты сіздерде де үлкен 8 мың, 16 мың даже команда болады. Және сіздер де осындай матричный бонусты аласыздар. Енді одан да күштісі, матричный бонус, мысалы, сіз кіргеннен кейін келесі айда сразу шықпайды. Неге? Матричный бонус барлығы бұл абонементтік төлем, активациядан төленетін ақша бұл. Яғни сіздің командаңызға келген мына 8 мың адам, мына тұрған 8.029 адам келесі айда, мысалы, сол 8.029 адам мартта кірді дейік, сіздің командаңызда тұр. Яғни олар апрельде 8.029 адам $10 активация жасаған кезде майдың бірінші бейсенбі күні сол 8.029 адамнан 25 центтен, яғни 100 теңгеден есептесеңіз, ол 800 мың теңге болып шығады, яғни $2000 деген міне осы жерден шығады. Мысалы, Марат бізде осы құдай бұйырса, апрельде, мартта 8 мың болды, олар апрельде активно жасағанда майда алады. Мысалы, майдың бірінші бейсенбісі күні Мараттар, мысалы, $2000 уже глобальный бонустан ала бастайды. Бізде 8 мың адам, бізде қанша адам болса, сонша адамнан әрқайсысынан 25 центтен, 100 теңгеден, немесе 2,5 мың сомнан осындай ала бастаймыз келесі айдан бастап. Яғни бір ай өткеннен кейін екінші айда төленеді. Общий количество уақыты үшінші айға кетеді, Мысалы, бізде чатта көбінше адамдар былай сұрақ қояды. Кім глобальный бонусты алды? Кіргендер айтыңдар, $2000 алғандар бар ма дейді. Біз Қазақстанға келгенне 2 ай болды. Глобальный бонус, яғни матричный бонус 3-ші айдан бастап төленеді. Әлі уақыты келген жоқ. Міне осы апрельде бастап, январда кіргендер ала бастайды. Февральда кіргендер майда ала бастайды. Мартта кіргендер июньда ала бастайды. Сол кезде біз сізде матричный бонустан қанша алып жатқанымызды көрсетеміз. Енді чека. Егер сіздер матричный бонусты түсінген болсаңыздар, сіздердің де адамдарыңыз дәл осындай матричный бонусқа шыққан кезде, мейлі ол $10 болсын, мейлі $1000 болсын, мейлі $16,000 болсын, сіздің тікелей шақырған адамыңыздың 50% аласыздар. Мысалы, сіз 3 адам шақырдыңыз, олар 3 түрлі әрекет жасайды. Біреусі $16,000 матричный бонус алып жатыр, біреусі $1000 матричный бонус алып жатыр, біреусі $50 матричный бонус алып жатыр. Яғни сіз үшеуінен де 50%. $16,000 алып жатқан адамнан $8,000 төлейді сізге компания, $1000 алып жатқаннан $500 төлейді, $50 алып жатқан адамнан $25 төлейді. Яғни қай-қайсының болмасын чегінен 50% төлейм дейді. Бұл бонус сіздің өзіңіздің матричный бонусыңыздан да көп шығады. Потому что матричный бонусты сіз жалғыз аласыз, чека-чеканы сіз первый линияңызға қанша адам шақырсаңыз, сонша есе көп аласыз. Яғни, бұл жерде тоже статусқа қарап 5 уровеньге дейін төлейді. Бұны сіздер қазір алдымен бірінші бронза, сереброны жауып алғаннан кейін, арғарай дополнительно түсіндіре жатамыз, 5 уровеньге дейін қалай алатынымызды. Қазір суретте ғана тұр, мен бұны өткізіп жіберем арғарай. Енді 5-ші және 6-ші бонус бұл өнім бойынша. Өнім бойынша да 50%-дан 80%-ға дейін пайда табуға болады екен, яғни 10 уровеньге дейін. Қалай? Мысалы, сіздер өздеріңіздің кабинеттеріңізге кіріп көрсеңіздер, кабинетте 2 түрлі баға бар, продукты деген жерде. Біреусі жазылып тұр, компанияның мүшесі үшін деп тұр, екіншісі розничный баға деп жазылып тұр, Сіздер оны мүше болғаннан кейін 2 бағаны көре аласыздар. Және екінші розничный бағаға арналған арнайы сілтеме бар. Сол сілтеме сіздердің кабинеттеріңізде тұр. Егер мен мүше болмаймын, керек емес, бірақ продукциясын алайын деген адамға сол сілтемені жіберсеңіз, ол адам сол сілтеме бойынша ашқан кезде ода 2 баға көрінбейді. Мысалы, біздің D3 деген өнім бізде 8-де $50 тұрса, ол сол сілтемемен кірген кезде ода 17-де 50 деп көрініп тұрады. Яғни 9.000 теңге деп көрініп тұрады, 8.000. Яғни ол адам сол 8.000 теңгеге алады ол өнімді. Мүше болмайым деген адам. Сол кезде компания сізге оның 8-де $50 компания сізге төлеп береді. Яғни 50% ортасындағы разницаны төлеп береді. Бұл бірінші жағдай. Екінші жағдай, сіз өзіңіздің кабинетіңізден 8-де $50-дан мүше болғаннан кейін, мысалы 53-тік D3-ді заказ беріп алып, бірақ сіз оны 17-де $50-ға сатуға сіздің құқыңыз бар. Яғни компанияның тарапынан күтіп отырмай,
өзіңіз қолма-қол сатып пайда көрсеңіз де болады. Көріп тұрсыз ба? Қандай күшті керемет мүмкіндік. Яғни 8.000 теңге деген ондай өнім жоқ. Мысалы сіздер интернетке просто D3 деп жазып көрсеңіздер, Алматының өзінде, купить D3 деп жазып көріңіздерші интернетке. D3-дің бағаларын көрсеңіздер, 11, 17, 18, 19 мың, 20 мың деп тұр, просто интернет магазиндерде. Сетевой компанияда емес, а сетевой компанияда ол одан да қымбат тұрады. Ал бізде ол бар жоғы 4 мың теңге тұрады. Сол үшін сіз 8 мыңға сатсаңыз да адамдар ала алады оны. Енді келесі тағы да өнім бойынша тағы бір пайдасы, мысалы сіз сразу 2,5 мың долларға заказ берсеңіз, тағы да дополнительно 10% скидка жасайды. Ал сіз 50 мың долларға сразу өнім сатып алсаңыз, яғни бұл мысалы бір дүкен ашып алатын адамдар, мен деген сетевой істей алмаймын, структура құра алмаймын, мен бірақ сауданы жақсы көремін, мен өнім сатам дейтін адамдарға бұл өте выгодно, потому что ол адам 50 мың долларға бат сатып алып, магазинне қойып сатып отыратын болса, компания оған 50% скидка жасайды. Мына жерде 10%-тен 50%-ке дейін тағы да жаңа 5-шіге қосымша скидка жасайды, осындай өте керемет. И 7-шісі full бонус. Яғни сіз бриллиант статусын жапқан кезде сіз компанияның 2% долясына кіресіз. Дольщик боласыз, Яғни кім бриллиант болады, сол бриллианттардың ортасында компанияның 2% табара-бұраты бөлінеді. Ол да бір қомақты сумма. Сіз неге бриллиант болуға тырысу керексіз? Міне осындай жаңағы басқа бонустарыңыздың үстінен тағы да қомақты қолыңызға 20 мың, 30 мың, 40 мың доллар көлемінде айма-ай осындай бонус алу мүмкіншілігі бар. Сол үшін тез-тез бриллиант жабуға тырысуымыз керекпіз. Осындай маркетинг бойынша осындай керемет тағы мүмкіншілік беріліп тұр. Жаңағы өнім бойынша мүмкіншіліктерді айтып кеттім. Осы барлық мүмкіншіліктер үшін бар жоғы компанияға мүше болу, ол небәрі $50, яғни 24 мың теңге, немесе 600 мың сом, Қазір 24 мың теңге, 600 мың сом деген ақша емес. Қазір қымбатшылық заман барлық жерде. Қазір тем более тамақ, особенно тамақ, продукт, азық-түлік өте қымбат, Сіз 24 мың теңгеге супермаркетке кірсеңіз, бір ғана күнге жететін азық-түлік сатып аласыз. Яғни, ал бұл жерде сіз бизнес, өмір бақи бизнес. Американдық компания болғаннан кейін, ол ұзақ тұрақты жұмыс жасайтын компания. Мысалы, қараңыздаршы, американский компаниялар MV 60 жылдан асып кетті, жасап жатыр. Мереке 50 жылдан асып кетті, жасап жатыр. Herbalife 40 жылдан асып кетті, жасап жатыр. Бәрі Американың компаниясы. Ол жабылып қала беретін, ол біздің компаниялар ғой, қазақстандық, өзбекстандық деген сияқты, россиялық деген сияқты компаниялар ашылады, жабылады 1-2 жылда, 3-4 жылда, Ал американдық компаниялар осындай ұзақ жасайды. Сіздер қазір тұрақты, осы мысалы бір жерге тұрақты жұмысқа кірдім деп есептесеңіздер болады. Жұмысқа кіргеннен кейін, мысалы қандай жұмысқа кірсеңіздер де сіз жұмыс жасайсыздар ғой. Мысалы сіздердің бір обязательстволарыңыз бар, мектепке кірсеңіз, мысалы үйрету керексіз оқушыға, техничка болсаңыз пол жуу керексіз күнде, немесе бір дәрігер болсаңыз емдеу керексіз таңертеңнен кешке дейін отырып, Бірақ адамдар интересно, именно сетевойға келген кезде екі қолын қосырып, мен $50 сақ қойдым, мен $2000 күтіп отырмын деп шыға келеді. Олай емес. Сіз ақшалығыңыз келсе, бұл жерде де тірлік жасау керек, жұмыс істеу керек, адам шақыру керек. Біздің бұл жердегі міндетіміз не? Адам шақыру, күнде адам шақыру. Отырып аласыз, контактыңыздың бәрін аласыз да, күнде звондап адам шақыра бересіз. Сөйтіп әрекет жасаған кезде, әрекеттің түбі берекет, яғни міндетті түрде оның берекеті болады, сіздерге команда болады, міндетті түрде болады. Мысалы, әрекет жасап, ештеңе нәтиже шығармаған адам жоқ. Мысалы, мен адам жоқ айналамда, 2 адам жаза алмайым деген адамдарды түсінем, оларда бір ғана страх быть отвергнутым дейді ғой. Ол туралы жеке семинар өтуге болады, тренинг жасауға болады. Мен кейінірек сіздерге Instagram парақшамды қалдырамын, сол парақшаға жазылып алсаңыздар, именно осы быть отвергнутым деген сұраққа сол жерде жауап берем. Бүгінмен осы аяқталды презентациям. Сіздердің құлақ қойып, ден қойып сақтағандарыңызға көп рахмет. Так, тыңдадыңыздар ма білмеймін, өзім ештеңе көріп отырған жоқпын. Менің
Әйтеуір естілді ма? Өзім ештеңе көрмедім, презентацияны ашып алдым да сөйлеп жатырмын. Да, Рахмет, Үркүл рахмет. ханым, керемет, Всё было естілді да, слышно. көрінді да, молодцы. Жақсы, үлкен жоғары деңгейде айтып шықтыңыз. Енді мына жерде отырған партнерлар болсын, қонақтар болсын, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Иә, Жақындарыңыз қосыңыздар. Хорошо. Микрофондары қосыла ала ма өздері микрофонмен? Кто руки поднимает, микрофоны открываем. Но тут я не вижу рук. Ой. Закрываем, наверное. Ага, все, жақсы онда, рахмет.